Мына қызықты қараңыз. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақта айлығы өспеген жалғыз ел екен. Тіпті соғыс болып жатқан Ресейдің өзінде жалақы өсіп жатыр. Біздің елде расымен айлық өспеді ме, әлде бұл кезекті жалған ақпарат па? Тексеріп көрдік. Еуразиялық экономикалық одақ сайтындағы деректерге сай, өткен жылдың кезеңімен салыстырғанда Қазақстанда нақты жалақы мөлшері өскенді қойып 0,4%-ке төмендеген. Ұлттық статистика бюросы да осы деректі растап отыр. Жалақы Арменияда 1,9%-ке, Беларусьте 10%-ке, Қырғызстанда 10,9%-ке өсе, ал көршілес Ресейде 4,5%-ке өскен. Қазақстандағы орташа жалақы мөлшері 433.312 теңгеге жетті. Бұл өткен жылы көрсеткішпен салыстырғанда 10,6%-ке көп деп айтып жүрміз. Алайда нақты жалақы индекспен есептесек 0,4%-ке төмендеген. Нақты жалақы дегеніміз сіздің алатын жалақыңыздың тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің тұтыну бағасының индексіне бөлу жолымен анықталады. Мысалмен түсіндіретін болсақ, былтыр сіздің жалақыңыз 200 мың теңге болды делік. Биыл 220 мыңға өсті. Ал былтырғы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құны қанша процентке өсті? Егер қызмет пен тауар бағасы айлық бағасына қарағанда әлде қайда өссе, нақты жалақы кеміді деген сөз. Былайынша айтсақ, нақты жалақы қағаздағы емес, қалтаңыздағы ақша ғой. Қазақстанда соңғы рет нақты жалақы индексі 2017 жылы азайған. 2015 пен 2017 жылдар аралығында нақты жалақы мөлшері 3,2%-ке азайып келген. Ал 2020-2024 жылдар аралығында 0,2%-ке кеміген. Жалпы 10 жылдағы ең жоғарғы өсім 2021 жыл тіркелген екен. Ал сіздің айлығыңыз